үш нәрсе арқылы адам баласы иманның ләззатын татады. Солардың бірі Алланы және оның елшісін өзге нәрселердің барлығынан артық жақсы көру деген. Алла елшісі Алланың игілігімен сәлемі болсын. Міне осы хадиске амал еткен сахабалар пайғамбарымызды барлығынан да артық жақсы көре білді. Тіпті өз жандарынан да артық жақсы көрген сахабалардың пайғамбарға деген шынайы махаббаты әмбеге үлгі. Олар сөзін «Әке-шешем сенің жолыңда құрбан болсын, уа Алла елшісі» деп бастаушы еді. Ислам тарихында ерекше орын алған Худайбия келісіміне келген мүшріктерден болған Урва, Кисраның, Римнің небір патшаларды және олардың қызметшілерін көрдім. Алайда Мұхаммедтің сахабаларының көзінде пайғамбарына деген ғашықтық бар. Ешқайсысы пайғамбарға жай көзбен қарамайды деп, пайғамбарға ғашық жандардың махаббатына тәнті болып таңдай қаққан болатын. Олардың Алла елшісіне деген махаббаты терең болғаны соншалық. Пайғамбарымыз дүние салғанда Хазіреті Омардай, Алла оған разы болсын, парасатты сахабаның өзі мұны қабылдай алмай, кім Мұхаммедті өлді десе, мен оның басын шабамын деп аласұрған болатын. Бұл Омардың махаббаты еді. Әлиден Алла оған разы болсын, сендер пайғамбарды қалай жақсы көруші едіңдер деп сұрағанда, ол шөл далада жалғыз қалған кісі бір жұтым суды қалай жақсы көрсе, біз де пайғамбарды солай жақсы көреміз дейтін. Сахабалар бізге пайғамбарды жақсы көрудің озық үлгі өнегесін көрсетіп қана қоймай, тіпті оған деген махаббат сүйіспеншіліктің шыңына шығарды. Бірде Мекке мүшіріктері Хубайбты, Алла оған разы болсын, ұстап алып, оны исламнан қайтару үшін қала тұрғындарын жинап дарға асып қинайды. Тірдей дене мүшелерін кесіп алып, тілімдеп жатып мүшіріктер оған: «Ей, Хубайб, Мұхаммед қазір көлеңкеде рахаттанып отыр. Ал сен соған ерем деп азап тартудасың. Сенің орныңа оның болғанын қалар медің?» дегенде Хубайб оның аяғына тіпті тікеннің де кіргенін қаламаймын деген болатын. Содан соң ол: «Уа Алла тағалам, мен осы жаққа шығарда сенің елшіңмен қоштаса алмай қалған едім. Уа Раббым, менің сәлемімді оған жеткізе көр» деп шахид болды. Небәрі 20 жастағы оның Алла елшісіне деген махаббаты адам төзгісіз азап кезінде де сыр бермеді. Әйел сахабалардың да пайғамбарымызға деген сүйіспеншілігі шексіз еді. Ухуд шайқасында жан алысып, жан берісіп жатқан кезде пайғамбарымыз: «Оң жағымда да, сол жағымда да сол Нәсибаны көрдім» дейді. Сол соғыста Нәсиба қатты жараланады. Оның баласы Абдулла да, Алла оған разы болсын, жарақаттанады. Сөйте тұра баласына: «Ей балапаным, Алланың елшісін қорға» деп бар ойы пайғамбардың амандығында болатын. Сонда пайғамбарымыз оларға: «Уа Алла, бұл отбасын берекетті ет» деп дұға қылған еді. Сол Ухуд шайқасында пайғамбарымыз өлді деген хабар тарайды. Мұны естіген Сумайра анамыз да, Алла оған разы болсын, пайғамбарымызды аласұра іздейді. Тіпті оған жұбайы, бауыры және баласының қайтыс болғандығы хабарланса да, ол: «Расулалла қайда, Расулалла қайда» деп пайғамбарды уайымдаумен болды. Ол кісінің аман сау екендігін
өз көзімен көргенде ғана сен аман болсаң болды, басқа қиыншылықтарды көтеруге әзірмін деп жар салған еді. Бірде бір бәдәуи келіп, «Уа Алланың елшісі, қиямет қашан болады?» дегенде ол, «Сен ол күнге не әзірледің?» деп оның өзіне қарсы сұрақ қояды. Сонда ол ең сүйікті жанның мұндай үрейлі сауалына не дерін білмей абдырап қалады. Көңілдегі қорқыныштан дауысы дірілдеген халде, «Я Расулалла, менің берген көп садақамда жоқ, көп жақсылығымда жоқ. Алайда мен Алла мен оның елшісін жақсы көремін» деген жүрек түбіндегі сөзін айтады. Сонда пайғамбарымыз оның жабырқап қалғанын байқап, адам кімді бәрінен артық жақсы көрсе, қияметтің күні сонымен бірге болады дейді. Оны естіген Әнәс бин Мәлік, «Маған бұл сөз мені жәннатпен сүйіншілегеннен де артық болды. Себебі мен Алла мен оның елшісін қатты жақсы көруші едім» дейді. Міне, саңлақ сахабалардың, әлемдердің рахым нұры болған сүйікті пайғамбарымызға деген махаббаты осындай болған еді. Бүгінде біздің пайғамбарымызға деген махаббатымыз тіпті ағаштың да махаббатына тең келмейді. Бірде әзелші мінберге шығып уағыз айтатын кезде сүйеніп тұратын құрма ағашы бар еді. Бір күні адамдар даусымды жақсырақ естісін деген ниетпен пайғамбарымыз мінберге шықпақ болып, сол ағаштың жанынан өтіп кеткенде, әлгі құрма ағашы еңкілдеп жылап сала берді. Сонда әз пайғамбар ағаштың қасына келіп, қолын қойып сипаған кезде жас бала секілді өксігін басқан болатын. Оның даусын бүкіл сахабалар естіп, мешіт іші күңіреніп кеткен еді. Құранда, «Расында сендерге араларыңнан ардақты бір пайғамбар келді. Қиналғандарың оған ауыр тиеді. Сендерге өте ынтық, мүміндерге өте жұмсақ, ерекше мейірімді» деген аят ардақты елшінің бізге деген махаббатын паш етуде. Бірде мүбәрәк пайғамбар сахабалармен отырғанда бауырларын есіне алып жылайды. Сонда сахабалар, «Уа Алланың елшісі, сенің бауырларың біз емеспіз бе?» деп сұрағанда, әзелші, «Сендер менің сахабаларымсыңдар. Менің бауырларым мені көрмей иман келтіріп, мені қатты жақсы көретіндер. Тіпті олар мені өзінің баласынан да, әкесінен де артық жақсы көреді. Мен де оларды жақсы көремін» деп көзіне жас тола жауап қатқан болатын. Үмбетіне соншама жанашырлық танытқан пайғамбарды қалайша сүймейсің? Тіпті Алланың өзі ол асыл жанды сүйетінін білдіріп, Хабибулла деген жоқ па? Ал енді Алланың өзі сүйетін ардақты жанды неге сүймеске? Неге оның айтқанын өз қалауымыздан үстем қоймасқа? Уа әзелші, асқақ сенің құрметің, сен жымисаң, жасырушы ед күн бетін. Байқайсың ба, сағынышын жас қылып, сен аңсаумен күн кешіп жүр үмбетің. Көзім ділсем, келетіндей дыбысың, қақ жарардай аппақ бейнең түн үшін. Уа сұлтаным, сені сүйген жандар бар, демек сен де барсың әлі тірісің.